Кеш жарық. Қайырлы кеш, құрметті менің сүйікті оқырмандарым. Сәлеметсіз бе, кеш жарық. Сіздерге де бір уақыт арнайын дедім. Көпшіліктің негізінде көкейінде жүрген бұл сұрақ, және де маған дайрекке көптеген сұрақтар болды. Соған байланысты бүгінгі тақырып қайырлы кеш, жақсы, рахмет. Садақаның сыры және жаңағы жақсылық. Жақсылық неге жамандық болып қайтады, немесе жақсылық жасаған қаншалықты дұрыс немесе бұрыс. Ханым, күн болып атып шықтыңыз ғой, сағынып қалдым сізді дейді. Рахмет. Рахмет қыздар, көңілдеріңізге рахмет. Жақсы жылы лебіздеріңізге рахмет. Тілектеріңізге рахмет, назарларыңызға рахмет. Жалпы күтіп, сұрап, осылай байланыста болып отырғандарыңыз үшін сіздерге де рахмет. Бар болыңыздар. Аман сау болыңыздар, берекелі болыңыздар, берекелі, бақытты өмір болсын. Әрбір адамда, тек қана қазақ емес, я? Құдай қаласа, еліміз көркейе берсін. Көбейе берсін, бұйырса. Так. Қазір көпшілік жиналғанша бір сұрақ болса, мен соны айта тұрайын, сосын бастап кетеміз, я? Көпшіліктің сұрап жүрген сұрағы негізінде жаңағы садақа мәселесі. Мен де қуаныштымын, қыздар, кеш жарық, көргеніме қатты қуаныштымын дейді. Сұлу жақсылық, бұрыннан кел жатырған біздің қыздар, барлықтарыңызға. Так, сағат 9-да БД-да эфир, қазір жалпыға. Көп жаса, барлықтарыңызға. Енеміз ақша сұрай береді дейді. Қайтесіз енді. Ақша сұрай береді. Не істейсіз енді? Сонда ене енді. Құдай енеңізге ынсап берсін. Басқа не деуге болады? Бересіздер енді пока. Басқа амал жоқ. О кісінің көңілін тойдыру керек. О кісінің көңілі тоймаған. Әрдайым айтқанымдай, ол енелерді де түсінуге болады негізінде. Көргендері жоқтық, қиыншылық, жегендері таяқ көпшілігінің 95%. Сондықтан да садақа туралы 2017-18 айтқансыз, бүгін қайталау. Бүгін қайталау. Өйткені оны көбісі ұмытып, немесе қабылдаулары қиын болып, манипуляция көп қой жан жақта. Сол манипуляцияға түсіп, қайтадан сол құрыққа түскендер өте көп. Сондықтан да қазір қайталау, 77 терең тазалықтың бұл бірінші лекциясы болатын. 2018-де. 2017-де мен бұл жайында жазғанмын жалпы. Кейін ашықтап прямой эфир жасап тұрып толық түсіндіргенмін. Қазір бастаймыз. Енді мына жерде жаңағы как раз садақа демекші, енем ақша сұрай береді деп тұр ғой. Так, бір мәселе әртүрлі адамдармен қайталана береді. Бұл мендегі мәселе ма сонда? Әртүрлі адамдармен, я. Сіз жаңағы айна деген тақырып болады бүгін близкие друзьяда. Сол тақырыпқа келеді екен сіздің неңіз, сұрағыңыз. Садақа бермегеніме көп еді, жақсы болды бұл тақырыпқа түскенім. Мерім, сені туғалы сенен бір жыл көрмедім дейді маған. Дейді, мен қалай беремін, өзім көрмесем дейді. Вот осы мәселе. Жаңағы енеңіз бар ғой, сізген ақша сұрап отырған. Ол енді санасы негізі өспегені болуы мүмкін.
себебі жаңағы ақшаны кім сұрайды? Бала сұрайды ғой негізінде. Жаңағы ата-анадан, әлі шамасы жоқ болғандықтан. Бұл енді ақша сұрау мәселесінің әртүрлі позициясы болуы мүмкін. Біріншісі, мүмкін ол кісіге внимание алу үшін, жаңағы, яғни баласының назарын аударту үшін сұрауы мүмкін. Бір, екіншісі, ол кредитке кіріп кете беретін ауру болуы мүмкін. Ол бір ауру, ол бір дерт негізінде, как вирус сияқты көп адам ұрынған. Үшіншісі, просто әдет болуы мүмкін. Төртіншісі, просто міндеттісің деп ойлайды, қанайды, яғни. Өйткені оның көргені сол. Өйткені ол былайша айтқанда көре алмай жатыр, ол ата-ана да балаларын көре алмау деген болады ата-аналарда. Неге? Себебі өзі бір рахат өмір сүрген жоқ. Енді мына жақта рахаттанып шалқып жүргенді көріп, мына жерде келінді бізде жаңағы дұшпан санайды ғой. Келінді дұшпан санағандықтан анау ішіп-жеп, артық ішіп-жеп қоймасын деген сияқты, сана әлі ұйқыда, саналы болмағандықтан адам келінінен, немересінен аяйды баласының табысын. Баласы табысымен бірге өзінікі, меншіктеген өзінікі болып есептеледі бізді көп енелер, ата-аналарда. Солай қателеседі біздің ата-аналар көбінесе, яғни үлкен буын, мынау 55-тен жоғары, 50-ден жоғары десем болады. Мүмкін енді ауылды жерлерде, мүмкін 40-тан кейінгілерде сондай шығар. Өйткені ерте күйеуге шыққандардың уже олар келін қыз ұзатып, келін алып, немере сүйіп, уже солай балаларының напақасымен де күн көріп отырғандары бар. Ерте қартайып, ерте үйленгендер, ерте қартайып, ерте үлкен пенсиядағы адамның күйін кешіп отырғандар баршылық. Оларды да жоққа шығара алмаймыз. Енді бұл жалпы қоғамның, соқыр қоғамның психологиясында бар бір ауыр бір дерт қой негізінде. Олар пока оянып, саналы өмір сүрулері үшін қоғам жалпы оянып, жалпы түсінік қалыптасқан кезде ғана барып айғайдам олардың қаншалықты оянатынына. Бірақ десек те жалпы қоғам, қоғамның ықпалы өте күшті. Егер 90%, 80%, хотя бы 70% қоғам ықпал берсе, ондай жасауға болмайтынын түсіндірсе, яғни түсінсе, жалпы сол түсінікке келсе, онда азаюы мүмкін. Яғни ол жаман әдеттерін, манипуляциялық жасап отырған әрекеттерін тоқтатуы мүмкін. Түсіндіңіз ба? Бірақ ол санасына байланысты. Сондықтан да Алла ынсап берсін, сана берсін, санасын оятсын дейсіз, басқа не дейміз. Солай. Бірақ негізінде мынандай нәрсе бар. Бүгін как раз садақа мәселесі ғой, Садақаны жалпы айтады ғой, неге жақынға беру керек деп. Біздер де жақынға беру керек дегенді бізде былай ойлайды. Жақыныңа беру керек десе, яғни ағайын туысқаның, алыс ағайын туысқаның болсын, жалпы туысқаның деп ойлайды. Бірінші, семьяң, ағайын туысқаның. Тіптен кейбіреулерде әйелің, балаларың деп те айтып жатады, солай түсінікпен жүргендер де бар. Солай қанша қыз бұрындары хабарласып айтатын, мысалға жолдасым жаңағы менің садақа бермеймін, менің саған беріп жатырғаным ол садақам деп әйеліне солай ақша беретінін, әрбір берген ақшасын бұл менің садақам деп атайтынын жазған болатын. Ондай отбасыларда бар, ондай түсінікпен жүрген адамда бізде көпшілік, өйткені соңғы кезеңдегі діндердің ықпалынан, яғни ислам дінінің ықпалынан солай түсінікке ұрынғандар баршылық, яғни сол түсінікпен өмір сүріп, сол қағиданы ұстанып жүргендер өте көпшілік деп айтсақ та болады, жалғыз біреу жарым ғана емес. Сондықтан да негізі садақа жақының деген кезде жаныңдағы, яғни алыста ағайыннан қасыңдағы көршің артық деп айтады ғой.
сол негізі жақын адамдарды айтады. Жақын дегенде жаңағы әйелің, бала шағаң жатпайды, күйеуің, бала шағаң жатпайды. Олар садақа емес, оларға міндетті. Енді бұл негізінде шариғат бойынша айтатын болса, шариғатты ұстанатын адамдар сол жалпы шарттарында ұстанса, онда соларға жүреді. Яғни кім ұстанса, соған шарты жүреді. Ал енді так, рахмет, көп нәрсеге көзімді ашқан жан салғыс сізге дейді. Үлкен рахмет. Қыздар, әзірге комментарий жазбай тұра тұрайық. Біз жаңағы бүгінгі тақырыпты аяқтайын, содан кейін сұрақ жауап болады. Егер үлгерсек, онда жауап беремін барлығына. Хорошо? Көзімді ашқансыз дейді. Рахмет. Яғни қараңыздар, мынау садақа жақын адамға деп отырмыз ғой. Садақа негізі бұл не өзі? Садақаны жалпы мүсәпір, қазақта айтады ғой, бейшара, мүсәпір, жолда қалған, жолаушы, жағдайы жоқ, жетім, жесір, мүмкіншілігі жоқ, мүмкіншілігі шектеулі, сол жандарға ғана береді. Біріншіден садақаны. Сіздің мысалға да әйеліңізге, күйеуіңізге, балаларыңызға берілген ол садақа емес. Ол міндетіңіз, парызыңыз. Былайша айтқанда, парызыңыз кәдімгідей. Неге күйеуіңізге де деп отырсыз десеңіз, кейбір әйелдерде, енді бұл шариғат емес, шариғат бойынша негізі ер адам асырау керек. Кейбір әйелдерде біреудің есебіне өмір сүруіне болмайды деген бір немен келеді. Сондай бір миссиямен келеді. Ол кісілерге күйеуіне де беруге, яғни күйеуіне де ақшасын жұмсауға болады. Ол бір жаңалық емес, бізде Қазақстанда өте көп қой ондай семьялар, просто жариялап айтпайды да, жалпы ол көп, оның ешқандай әбестігі де жоқ. Себебі кім табады, кім табысты, соған байланысты. Есептесіп, шариғатта былай-ау, ана жерде былай-ау деп отырса, ол да болмайды. Ол кезде мына балалар қиналуы мүмкін. Сондықтан да кім табысты, кім қабілетті, сол адамның нәпақасын жаңағыдай табыс жеуіне басқа жанындағы адамдардың әбден болады. Ешқандай оның бір нәбестігі жоқ. Ал енді бірақ ол садақа болып есептелмейді. Садақа ол нақты жаңағы белгілі бір қиналған жанға берілетін садақа. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ешқашан садақа жемеген. Егер мұсылман адам сүннетпен жүретін болса, шын сүннетті ұстанатын болса, онда пайғамбардың жасағандарын барлығын жасау керек. Жалпы сүннет деген пайғамбардың жасағандарын жасау. Мен как дипломированный теолог ретінде оны шариғат бойынша айтып отырмын. Жалпы ол кісіге алып келген кезде бір жейтін бір нәрсені, мысалға құрма алып келгенде осындай бір не бар, оқиға бар. Алып келген кезде 3 рет сұраған. Мынау садақа ма, сый ма? Садақа ма, сый ма? 3 рет айтқыздырады. Бұл садақа емес, бұл сый деп айтады. Садақа ма, сый ма? Тағы да 2 рет, 3 реттен кейін барып аузына салған құрманы. Ал егер жоқ, ол сый емес, садақа десе, оны садақа береді, мұқтаждарға арналған жерге апарып қойған. Жемеген. Демек, не істейміз? Егер мұқтажға ғана болмаса, садақаны сау, дені сау, аяқ қолы балғадай, есі дұрыс, нанын табалатын адамға, еңгезердей, тем более еркекке беруге болмайды. Жалпы негізінде әйел адам, ер адамға негізінде садақа сұрап, мысалға болған менде аяқ қолы бүтін сау, оқыған, денсаулығы мықты, кәдімгі спортпен де шұғылданған, үлкен жастағы бірнеше ер адам мысалға садақа сұрап келетін бұрында. Яғни біреуге сұраса ештеңе емес, бірақ жеке басына келіп сұрағандар да болған. Әлбетте ол болмайды, оларға беруге болмайды. Өйткені ер адам
ол бала туып немесе жалпы жесір болып отырған жоқ қой, балаларға қарап деген сияқты. Әкелер де бар олай қалған, бірақ әйел адамдағыдай қиналмайды. Яғни қазір біз патриархалды мемлекетте, жалпы әлем патриархат қой қазір барлық жерде, бүкіл әлем жер бетінде. Сондықтан да ер адамға қолдау көп, бүкіл әлем бойынша барлық жерде қолдайды, қай жағынан болсын. Маған солай болу керек екен, бірақ мен всегда жолдасым сен табуға міндеттісің деп жүріппін. Мына консультация алған жандар біледі, кейбір әйелдерде солай бір белгі шығады, что біреудің есебіне өмір сүруіне болмайды. Неге? Біреудің есебіне өмір сүруге әдеттеніп, солай болған жағдайда олар минусқа кіреді. Яғни минусқа кірген кезде, былайынша айтқанда, өзінің миссиясын орындамайды, кереғарлық мынандай өмірінде көп кездеседі деп көрсетеді. Ол барлығында емес, біреу жарым адамдарда болады. Сол әйелдерге қатысты айтып отырмын, что ол жаңағыдай семьясын асырап баққанда тұрған, ол жерде семья ғой, уже отбасы. Онда тұрған ештеңе жоқ. Оны бір масқара көрудің қажеті жоқ. Болашақта біз 24 пен 44-тің ортасы 9-шы период қой, осы қазір әйелдер дәуірі басталды ғой. Көп олигарх әйелдер пайда болады. Қазір уже пайда болып бастады. Алдымызда өте көп болады. Өте көп. Сол кезде автоматты түрде көп жаңағыдай ер адамдар кәдімгі қызметші кейіпке түсуі, кәдімгі қазіргі қыздар қалай қызметші болып жүр ғой, енді қызмет етіп, еріне немесе жалпыда сол кейіпке түсуі, ол кәдімгі норма болып кетеді. Ол мен шығарып отырған жоқпын, оны ешкім шығарып отырған жоқ, бұл табиғат, бұл заңдылық болатын нәрсе. Сондай әр уақыты келеді, сондай уақыт. Мінекей 180 жылдық қазір бір өзгеріс келіп тұр. Сол өзгерістің бұл ықпалы. Солай ол қазір байқап отырсыздар ғой, айналада қалай өзгеріс болады. Әйелдер күшейіп жатыр. Ол күшейген, қазіргі күшейген ештеңе емес. Болашақта күшейгеннің көкесі болады. Кәдімгідей уже матриархат болады. Теңдік алып келеді жаңа дәуір дегенмен де, қазір этноғасыр ғой. Бірақ бәрібір әйелдер күшейіп, әйелдер матриархат қолға алайын деп тұр әлемді. Әйел президенттер, әйел министрлар, әйел олигархтар, қазіргі кәдімгі әйел ер адамдар қай рөлде, сол рөлдерімен ауысады. Бұл заңдылық, өйткені дүние кезек деп қазақ ата-бабамыз баяғыда бір ауыз сөзбен бәрін айтып кеткен. Дүние әрдайым кезек. Бұрында 98 жылға дейін сіздер не көрсеңіздер, мен де соны көріп, телевизордан қазақ халқын, қазақ елін, қазақ сыр тарихын оқып, мен солай ойлап жүрдім да, бірақ ішің андай көнгісі келмейді ғой енді. Сол кезде мен 98 жылы мынау отырар жақтағы музейге кіріп көрген кезімде, канализацияны көрген кезде, 14 ғасыр бұрын біздің елімізде, жерімізде канализация болған көрген кезде, мінекей таптым, значит, бұл мүмкін емес. Біздің ата-бабамыз керемет болған деп содан ізденіс басталған. Қазір енді көріп отырсыздар, ол кездер енді қазақ халқын жалпы ұйықтатты ғой, ұйықтатты. Кеше ғана осы бір жерден көрдім, 30-31 жылдары кәдімгідей немен укол салып ұйықтатқан айтады. Солай қалың ұйқыға аздырып, тоздырып, ұмыттырып, әбден жайпады, жоқ қылды, Европа жақ дамыды. Енді ол жақ болды, әбден оларын болды. Қазір кезек біздің жаққа, қазір даму біздің жақта. Сондықтан да біз просто жаңалық ашу емес, бізге просто баяғы ата-бабамыздың әдет ғұрыптарын еске аламыз, соны ұстанамыз. Ал енді ата-бабамыздың әдет ғұрпы қандай, қайда, қандай болған деген кезде бізде төрелікті әйелдерде жасаған. Патшалар болған, Томиристен бастап, патшайымдар болған, сөздері өтімді болған.
жаңағы бөрте болсын, Шыңғысханның шешесі болсын, немесе жаңағы Томирис ханшайым болсын, басқа да өте әйелдер өте көп болған, кәдімгідей ерлермен бірге төрелік етіп, ел басқарып, кәдімгідей билік көрсетіп отырған. Сол қайтып оралады, болды. Бір жаңалық емес, басқа бір вау дейтін бір жаңалық ашпайды. Сондай-ақ сол апаларымыз да, әжелеріміз де садақа берген. Садақа берген, қалай берген? Яғни жақынына, бұрын жақын отырған, ағайын туысқан, ру, тайпа жақын отырған. Кімге берген? Жақындарына. Жақындары ол ағайын туысқандары болған бұрында. Қазір бізде жақындарымыз, ағайын туысқандарымыз неше мың километр әр жерде, я? Біздің қазіргі жақындарымыз айналамызда. Жақын кім? Жақын бірінші жақындарды тойдырас. Негізі садақа солай. Садақа деген жаңағы теңдестіру, бұл баланс қой. Бұл әлем баланс, ақ пен қара, жаңағы бай мен кедей деген сияқты. Әр нәрсенің ақ пен қарасы бар. Сол сияқты бұл какой-то бір баланс жоғалтпау үшін жаңағыдан бір процентін беріп, қарын тойдыру, яғни көзі қалмасын деген, ол да бір ырымнан келген, кейін бұл уже шариғатқа енген нәрсе. Негізінде сол ырымнан келген, сонау баяғы дала заңындағы біздің ата-бабаларымыз бастан жалшыларын, кедейлерін, жесірлерін жылатпаған деп айтады ғой. Солардың барлығын сол бір жаңағы процент, қазіргі тілмен айтқанда, беріп, оларды бағып, қарап отырған жақындарына. Яғни тайпадағы өздерінің руластарына, өзінің ауылында, өзінің жайлауындағы. Қазір жақындары дегеніңіз, айтып отырмын ғой, реальный жақын кім? Сізге жақын сол. Қасыңыздағы көршіңіз, көрші шариғат бойынша көршің егер аш болса, сен ол күні ұйықтама дейді. Яғни спокойно ұйықтауға болмайды дейді. Мысалға, сол сияқты жақын кім сізге? Сол айналаңыздағы жақыныңыз, ол сіздің достарыңыз, жақыныңыз, ол сіздің көршіңіз, жақыныңыз, ол сіздің айналаңыздағы адамдар, жұмысыңыздағы адамдар. Мінекей, солардан бастайсыз. Солардан бастайсыз. Ол ағайын туысқанды біз ұмытпаймыз ешқашан. Ағайын туысқан онысы да беріледі. Бірақ мынандай нәрсе. Балық берме, қарма бер дейді ғой. Сол өте дұрыс ұстаным. Негізінде сұрақ жазбаймыз деген қыздар мен қазір оқымаймын. Сол дұрыс негізінде. Сосын садақаның мынандай нәрсесі бар. Жария садақа, жасырын садақа. Енді осының сырын айтайын, өте маңызды. Көрші ақысы тәжірибемен ақыс деп айтатын әкем. Қараңыздар, енді мына нәрсе бар. Жария садақа және жасырын садақа. Жасырын садақа деген негізінде бізде керісінше істедік, білмегендіктен солай жасадық. Қалай жасырын? Адамдар әлі солай жасап жүр. Мына садақа алушыға негізі беруші көрінбеген дұрыс. Бүкіл әлем біле берсін. Бүкіл әлем білсін сіздің садақа бергеніңізді. Оған ешқандай сіздің сауабыңыз ешқандай кеміп те, асып та кетпейді. Бүкіл әлем біле берсін. Бірақ алушы білмесе дұрыс болады. Неге? Неге алушы білмесе садақаны? Садақа бірінші алған кезде жылап еңіреп рахметін айтады. Екінші алған кезде рахметін айтады. Үшіншінде күте бастайды. Әдет қалыптаса бастайды. Үште уже күш бар. Үш дегеннің күш негізінде, үшіншінде уже күш бар. Әдет қалыптаса бастайды. Төртіншінде дәметеді. Бесіншінде ізіңізге түседі. Алтыншында бермесеңіз ренжіп, сізді қарғап сүлеуі мүмкін, или болмаса жаңағы кәдімгідей ізіңізге түседі ғой. Сөйтпей ме екен, бүйтпей ме екен, бермей ме екен, міндеттісің дейді ғой қысқасы. Ұзын сөздің қысқасы. Міндеттісің, сен ақ бермейсің деп солай ізіңізге түсуі әбден мүмкін емес, ол солай.
болады, ол болып жатыр. Талай уже қазір, енді бұрындар айтқан кезде бір қалай ол сонда деп, бәрібір ана 5 мың теңге берсе, 500 теңге берсең 500 мың теңге болып қайтады деген манипуляцияларға сеніп, біреулердікін көріп, сөйтіп күмәндануыңыз мүмкін. Қазір бірақ уже әбден толық осыны түсінетін уақыт келді. Өйткені во дворе уже 26 жыл. Бұл әңгіме 2017-18-де айтылған. Сондықтан да бұл жерде қыздар садақаны егер ешкімге көрсетпей беріп, сіз сауабын алам десеңіз, лучше садақаны солай өзіңіз көрінбей беріңіз, біреу арқылы беріп жіберіңіз де болды. Өзіңіз көрінбей ақ қойыңыз. Сіздің беріп атқаныңызды білмесін, себебі, оның себебі көп. Садақа адамның аранын ашады. Адамда аран бар, аран ашылып кетіпті дейді ғой. Сол адамның аранын ашады. Араны ашылып кеткеннен кейін бер, неге бермейсің, мынау неге бермей жатыр, кімге беріп жатыр деген пиғыл тарылып, уже аран ашылып кеткеннен кейін уже адамгершілік басқа жаққа кетеді. Ол жерде аран ашылып кеткеннен кейін ол бұзылады. Сонда сіз жақсылық жасау арқылы, яғни садақа жасау, жақсылық жасау арқылы біреудің аранының ашылуына себепші боласыз. Сондықтан да садақаны берсеңіз беріңіз, бірақ сізді білмесін, көрмесін. Көріп вообще білмесін. Адресіңізді, атыңызды, өзіңізді. Просто беріп кетесіз, болды. Бірінші түрі. Екіншіден, енді жария садақа. Жария садақаның өте бір жақсы қасиеті бар. Жария садақаның біріншісі, ол негізінде көбінесе бізде жария садақаны не үшін қолданады? Чтобы анау да садақа берсін, мына үлгі алсын деп қолданады. Жоқ, ол емес. Жария садақаның бір жақсы жері, соған қолданғанмен де сіз үшін не? Жаңа көпшілік куәгер болады, сіздің садақа бергеніңізге куәлік етеді. Сіз жалғыз емессіз, сіздің қасыңызда ата-бабаңыздың әруақтары тұр, періштелеріңіз тұр, сіздің жоғарғы иеңіз тұр, солардың барлығы көріп тұр сізбен бірге. Яғни куәгерлік, көптің куәгері, көпшіліктің, яғни назары сізге түседі, дағына куәгер болады. Сол кісінің жақсылық жасағанына, яғни садақа жасағанына. Жақсылықты бөлек айтайын мен. Бұл садақа мәселесі түсінікті ғой, садақа адамның аранын ашып жібермеу үшін жаңағыдай жасырын. Бүкіл әлем көрсін садақаны, садақа беріп отырғаныңызды. Бірақ алушы көрмесін. Түсінбедіңіз ба, Жәкен 86? Солай. Екінші, жария жасаған кезде жаңағыдай. Ол бірінші, ол соны ұйымдастырып жатырған адамдарға ол көбірек түсу үшін мүмкін, бұл бір садақаның ар жағында сыр көп негізінде. Оны шынымен де мұқтажға ма, басқа ма, қай саясатпен жасалатынын да тексерген, негізі білген дұрыс. Олар жақсы. Түсіндім, кешіріңіз, балам басып жіберді. Ол басқа нәрсе, бірақ жаңағыдай. Просто куәгерлік. Енді давайте көп сұрақ, осы ең мықты сұрақтардың біреуі қайта-қайта қойып жүр, осы соңғы кездері қайта-қайта қойылып кетті. Жақсылық жасау. Жақсылықты біз кімге жасаймыз? Опять же, жақынымызға, туған туысқанымызға. Неге жақсылық жаман болып қайтады? Неге жақсылық жаман болып қайтады? Жақсылықты жақсыға жасасаң, жақсылық қайтады. Жалпы жақсылықты жақсыға жасасаң, ол расымен жақсы болып қайтады. Ал жақсы дегеніміз кім? Мысалға сіз 5 адам, бір әке-шешеден туған, 5-еуіне жасайсыз жақсылық. Бірақ 4-еуі жақсылықты білмейді, 1-еуі білуі мүмкін. Бұл қалай? Жақсылықты негізінде жақсы адам біледі деп отырғаным, негізі жақсылықты текті адам біледі. Адамның барлығы текті.
Өйткені адамның тегі адам. Адам қояннан, иттен, мысықтан тегі, ит мысық емес қой. Просто тегі нашар немесе тегі мықты деген бар, е. Ал адамның барлығы негізі текті. Тегі адам өйткені. Просто тегіндегі, сол адамның тегіндегі жақсы қасиеттерді бойына сіңірген, оята білген адам, ол жақсы адам. Е? Міне сол текті адам. Сол текті адам ғана жақсылықты біледі. Сондықтан да садақаны, то есть жақсылықты жақсы адамға берсеңіз, ол жақсылықпен қайтады. Жаманға берсеңіз, ол жамандықпен қайтарады. Өйткені ол жамандықтан басқа еш нәрсе білмейді. Санасында оның жақсылық жоқ. Ол басқалай қайтара алмайды. Бұл бір түрі. Сондықтан да негізіндегі қателік опять айналып келгенге өзіңе қарау керек дегендегі, өзіңнен гөр барлығы өзіңе байланысты дегендегі мәселе, біз не істейміз, сол жақсылықты айырмаймыз. Біз бәрін бірдей көріп жақсылық жасаймыз да, сосын жамандықты да жақсылық, біреуден жақсылық қайтып жатады, біреуден жаманшылық қайтқан кезде бұл неге бұлай болды деп ойлаймыз. Ал енді модный психологтар айтады, жаңағы вторичная выгода, өйткені сен бірдеңе дәметкенсің, бір нәрсе, шын нәрсе деген орыстардың психологиясынан оқып алғанды таза тек қана переводпен жеткізеді. Олай емес. Алла ризашылығы үшін деп жасағандар да бар, немесе мүлде просто махаббатпен адам әке-шешесі бауырлары болғасын, немесе подругалары, жан досы дегесін ешқандай ниетсіз жасауы мүмкін. Неге? Потому что ол адамға біріншіден ол адамның өзіне комфорт, яғни бір не алып келеді, жақсылық, бір қуаныш алып келеді. Өзіне приятно жасау үшін. Түсіндіңіз ба? Бірінші. Оған жерде андай выгода, анадан андай, одан кейін бүйтіп сөйтіп деген жоқ. Ол қараса, жетпей атқан махаббат, оның неше түрлі нелері бар. Потому что махаббат ала алмағандықтан, немесе тағы да назарын аудару үшін, немесе жаңағыдай вторичная выгода деген сияқтылардың барлығында оның бір белгілі бір себептері ғана бар. Кейбір жерге ғана жүреді, ол барлығына жаппай емес. Сіздердің орталарыңызда өте көп шапқылап тұрып, бауырларыңызға, әке-шешеңізге, туған туысқаныңызға, қайын жұртыңызға шапқылап жүрдіңіз, иә? Жаңағыдай немен? Ниетіңіз жақсылық, сіз жақсы болу үшін. Бірақ қарама қарсы алдыңыздағы адамдар әртүрлі. Сондықтан да әртүрлі жауап қайтады. Бұл былай. Бұл жалпы не туралы не айтасыз? Так, давайте, қыздар, жігіттер, мына нені комментарий мені алаңдатасыздар, жазбай тұра тұрыңыздар, иә? Сол жалпы түсінікті ғой, иә? Жақсылық пен жамандықтың сыры осында. Сондықтан да кімге жасағаныңызға байланысты. Жақсылықты да, жамандықты. И ол қайтқан кезде ол әртүрлі болып қайтады. Енді мынандай бір естеріңізде ма, мен бір қисса айтып беретін едім. Кезінде бұл бір мысал ғой, өмірдегі болатын жағдайларға айтылған, құрастырылған мысал. Бұл қазіргі тілмен айтқанда бұл енді негізінде кармологияға келеді, кармаға келеді. Ал шариғат бойынша да бұны қисса деп, қисса ретінде айтылып жүр. Бұл баяғы киттің ішіне түсіп кететін пайғамбарды білесіздер ғой, иә? Сол пайғамбардың 40 күнге киттің ішінде 40 күн жатып, өтеуін өтеп, үсті жалбырап, үстінде киімі жоқ, теңіздің жиегіне шығарып тастайды ғой ол кісіні, иә? Сөйтіп ол шығады, теңіздің жиегінде ағаш өсе бермейді. Содан іздеп қарайды да, бір ағашты табады да, соның түбінде тығылып, тоңып, теңізден шығып, үсті жалбырап кеткен жалаңаш тығылып отырған кезде, сол ауылдың кішкентай балалары жүгіріп
ойынға келеді, ойнап жүреді сол жерде, жақын жерде. Бұл кісіні ешкім көрмейді, бұл кісі қарап отырады, жаңағы ағаштардың ортасында тығылып сығалап қарап отырады. Сол балалардың, ойнап жүрген балалардың ішінде бір баланың көзі соқыр екен. Ол баланы жаңағы басқа балалардың барлығы таспен атады, мазақтайды, таяқпен шұқылайды, мазақтайды. Анау көр болғасын ол қиналады, сөйтіп отырады. Сол кезде жаңағы киттің ішінен шыққан пайғамбар өзі дұғасы қабыл, ол кезде өтеп болған кезде адамның тілегі қабыл болады. Шыққан бойы, тем более дұға етеді: я Алла тағалам, мына баланың көзіне нұр бер деп дұға етеді. Тілегі бірден қабыл болады. Дағыны жаңағы бала көзі көріп кетеді сол жерде. Көзі көріп кетіп балалармен ойнайды, қуанып, балалармен бірге ойнап жүреді. Бір кезде жаңағы ағаштың түбінде отырған нені көреді, пайғамбарды көреді, кісіні көреді. Дағыны ана қасындағы балдарға көрсетеді. Ол балдар барлығын жалаңаш отыр ғой, енді үлкен ер адам. Барлығы мазақтап, күліп келеді. Дағыны ағашпен шұқылап, тас лақтырып, бағанағы анау кішкентай бала бар ғой, көр бала, сол балаға істеліп жатырған дүние мына кісіге істеледі. Сол кезде не дейді бұл кісі? Я Алла тағалам дейді, енді сенің ісіңе араласпаймын дейді. Тәубеге келеді, яғни енді сенің ісіңе араласпаймын дейді. Бұл жерде біздердің, адамдардың күшейіп, өзімізге қарамай, өзі жалбырап, көтені жылтырап отыр ғой, үсті басы. Сөйтіп отырып, бірақ ананы аяп кетті. Былайша айтқанда адамгершілік қой ол. Бірақ Алланың, яғни жаратқанның ісіне араласып кетті. Дұғасымен, тілегімен. Бірінші ол өзіңді, мына нәрсе бар ғой, өзіңді жарылға деген. Өзіңді жарылғау керек. Сол өзіңді жарылғаға келіп тұр. Яғни закон кармы. Яғни сіз біреуге жаңағы жасадыңыз жақсылықты, өзің көтенің жалбырап отырып жасадыңыз, оның ауыртпашылығын сіз алдыңыз. Ол көзі көріп кетті, рахаттанып ойнап кетті. Ол негізінде ол өзінің өтеуіп жатырған бала еді. Ол да жайдан жай емес қой. Сіз ауырлығын алдыңыз, өзіңізге оған атылатын тас, оған атылатын жаңағы оны шұқылайтын ағаштың барлығы өзіне келді. Сол кезде ол тәубе етті, жаңағы кісі. Түсіндіңіз ба? Бұл жерде мынандай нәрсе. Әркімнің өзінің бір өтеуі болады. Бұл уже кармология, карма тақырыбы. Яғни қарымта барымта заңдылығы қазақтағы. Бұл жерде былай. Әркімнің өзінің өтеуі бар. Көресіңді көрмей көрді алмайды деп қазақ айтқан. Сол адамның көресісі. Әркім өзіне жазылып қойған тағдыр жолы бар. Солмен келе жатырған кезде бізде бүйтіп кейде бір жағаласып кетеді адамдар. Байқамай. Біреу жақсы ниетпен, біреуі кері ниетпен. Жақсы ниетпен жақсылық істеу арқылы, жамандықпен жамандық істеу арқылы. Яғни ол дуа, тағы басқа жаман тілімен, немесе жасайтын қиянаттарымен әсер етеді. Ал біреулері кәдімгі жақсылықпен ғана әсер етеді. Осылайша біз біреудің жаңағыдай ілігіп кетеміз ғой, былайша айтқанда, біреудің кармасына, біреудің өміріне, біреудің сынағына, біреудің тағдырына ілесіп кетеді. Мінекей сол ілесіп кеткен кезде ауыртпалық автоматически сынықтан басқаның бәрі жұғады дейді ғой қазақта. Сол ауыртпашылық өтіп кетеді. Енді бұл жерде мынандай нәрсе. Бір туысқаныңыз келді, жаңағы жақсылық деп сұрап жатырсыздар ғой, жақсылық қалай жасаймыз, сонда жақсылық жасап едім, осындай болды, туысқаным өсті, қайынсіңлім бүйтті, ағам бүйтті деген сияқты біраз жаздыңыздар ғой. Солардың біреу мысалға бір туысқаны сұраған, времянкіңізде тұра тұрайық деген, одан кейін тұрғызған, одан кейін жаңағыдай не істеген, ақша сұраған, кредиті бар екен. Содан барып жауып береді, барып қарызын жауып береді, солай әйтеуір жақсылық жасайды. Кейін мысалға миллион теңге жасайды. Тағы да бір мысал айтайын, біреу миллион теңгеге ағасы ма, бір туысқан әйтеуір келіп сұрайды, досы ма,
көп жаздыңыздар бұл историяларды. Мен өте көп менде бар еді. Бұларды мен ешқайсысын сақтаған жоқпын. Осылай миллион теңге сұрайды. Кейін жаңағы қарыз миллион теңге сұрап келген адам біраз уақыттан кейін тағы да миллион теңгеге қарыз болып қалады. Ал енді мына берген адам бар ғой, құтқарушы. Сол құтқарушы да біраз уақыттан кейін тағы өзі миллион теңгеге қарыз болып қалады. Сол қарызын өзі төлейді. Өзі қарыз болып қалады. Анаған біреуге берді ғой, жауап берейін деп. Бұл жерде мынандай ғой, Құдайдың рөлі деп атады ғой. Жоқ, Құдайдың рөліне ешкім кірмейді. Құдайға ешкім жағаласпайды. Біз қазақ өте негізінде Аллах деп 5 емес 6 рет намаз оқитындар бар ше. Олардан артық сенеді Құдайға. Мен осыған көзім жеткен адам, өйткені мен көп ұлтты адамдармен көп араластым, көп жұмыс істедім. Сондықтан да мен әбден көзім жетті. Қазақтар жалпы Құдайға біз негізінде қатты сенеміз. Қатты сенетініміздің белгісін қараңыздар. Тәуекел деп мен айтам ғой, әрине вахабистер ұқсап өмір сүреміз ғой біз деп ше. Мына вахабистер тәуекел Аллах деп кете береді. Сирия десе Сирия, басқа десе басқа кете береді. Еш жоқ. Ешқандай не жоқ. Ниеттері өздерінше шапқылап жүр, жақсылық ойлап жүр негізінде. Сосын біздің қазақ халқы қатты Құдайға сенеміз біз негізінде. Тәуекелмен өмір сүреміз. Біз ойбай ертең не болады, ойбай ана мынау деп тойлатып жүр қой. Тойлатып жүреміз, қуанып жүреміз. Шынымен де соған Құдай береді. Сондықтан да сол Құдайға ешкім жағаласып отырған жоқ. Просто жаңағыдай ғой. Жақсылық жасаймын деп ойлап жүр ғой енді. Өйткені біздің көргеніміз көп. Біздің халықтың. Бізді мейірімділікке, жоқшылыққа, жауыздыққа бұл өмір үйретіп тұр, көрсетіп тұр. Біздің санамызда сол опыттың бәрі бар, сақталып тұрған. Біз мінекей соны жасаймыз автоматты түрде. Сондықтан да бұл жерде жаңағыдай Құдайдың несі емес. 2018-ден бері тыңдап келемін 77 терең тазалық карма сабақтарыңыз көзді ашты ғой дейді. Бұл соны қайталау 2018-дегіні қайталау бүгін қыздар. Өйткені әлі сұрақ қойып жатыр сол тақырыпқа. Сондықтан да мен жалпыға ашып айтып отырмын. Бұл 77 терең тазалық сабағының несі? Лекциясы. Күліп сынап мінеп қарайтындарға не айтасыз? Не айтайын? Алла не дейін енді? Ынсап берсін деп отырып қой. Басқа не дейсіз? Құдай саналарын ашсын. Мінекей сол жаңағы жақсылық жасаймын деп өзі жаңағының рөліне кіріп кетеді ғой. Көрдіңіз ба? Жағаласып, яғни мінекей жолмен келе жатыр ғой. Келе жатыр біреудің өміріне. Соған мынау біз тек қана жамандығына емес, жалпы жақсылыққа да қатты жағаласатын халықпыз негізінде. Жағаласып жаңағыдай кіріп кетіп жатыр. Түсініңіз ба? Оны енді оның өзінің жаңа көресіңді көрмей көрді алмайды деп тұрған жоқсыз. Оның да өзінің көресін көреді адам. Басына бір рет емес, бірнеше рет тиеді, сосын барып түсінеді. Түсінбей де жүргендер өте көп. Мен бұны әбден тоже өз басымнан өткізгеннен кейін ойланып, бұл қалай болды, неге болды деген сұрақтардан кейінгі келген, алған білімдерім арқылы бір санамның ашылған кездегі санадағы жазылған жаңаға деректердің ақпараты ғой. Футболкаңыздағы цифраны дей таңдап алдыңыз ба дейді. Көріп қалдым да, 77 дедім де 77 терең тазалыққа келеді екен деп алғанмын. Біраз болды көрмегелі, құлпырып кетіпсіз дейді. Рахмет. Солай қыздар, түсінікті ғой, жақсылықпен жалпы садақаның сырлары осылай. Менде болды, құрыма кредит әпердім, көп сумма емес, но ауыртпалық болды, тез жапты ол қыз. Ол қайта жауапты, но ауыртпалық болды дейсіз, көрдіңіз ба? Осы ғой бізде көбінесе қыздар осылай көп адам негізінде кредит алып берді айналасындағы адамдарға. Солай өзі көбісі солай таяқ жеді.
Одан кейін көбісі жаңағыдай туысқандарына, көршілеріне неше түрлі жағдайларды жасап кейін опық жеді. Ол жаңағыдай енді айналаңыздағы, өзіңізді кінәламайсыз қыздар, ол айналаңыздағы адамдардың өзінің бет-бейнесі, яғни жаңағы жаратылысы. Ол жаратылысы солай. Біреу сондай жақсы болып жаратылса, біреу солай жаманға бейім болып жаратылады. Және соны жасайды өмірінде. Ол адамның ішінде не бар, соны қайтарады. Сіз жақсы болсаңыз жақсылық қайтарасыз, жаман болсаңыз жаманшылық қайтарасыз. Мынандай нәрсе бар. Бір пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір күні былай не қылады. Немерелерін ба ойнатып отырады, балаларын ба ойнатып. Сол кезде біреу қызығады, бір кісі айтады: мен балаларымды осылай ойната алмаймын, осылай мейірім бере алмаймын, не істеймін деп сөйтеді. Сол кезде пайғамбардың айтқан сөзі бар: Құдай бермеген мейірімді мен қайдан беремін дейді. Яғни Алла тағала бермеген мейірімді мен қайдан беремін. Түсіндіңіз ба? Кейбір адамда ол бойында болады, кейбіреуде болмайды мүлде. Мейірім де, басқа да, ештеңе де болмайды. Оған сіз ештеңе істей алмайсыз. Оған ренжудің өзі өзіңізге жасаған қиянат болып есептеледі. Аға жеңгеме кредит алып бердім. Соңғысын жапқанда 100 теңгедей жетпей қалған. Соны сұрап жаптырдым. Үлес қоспауға тырыстым. Жақсы. Менің күйеуімде танымайтын адамға әперіп, ол жоқ болып кетті. Әлі төлеп жатырмыз. Вот солай. Жақсы қыздарға неге бұзық жігіттер тап болады? Тирандар өзінің жертваларын сезеді. Солай. Жалпы. Өздері сезеді. Жалпы ұрыларда сезеді ғой. Санадағы иіс. Бізбен былай айтқанда иіс емес қой, просто нюх дейді ғой енді былай. Жалпы сол санадағы сезетін өз құралымен сезет. Мысалы, қай жерге түсу керек екен, сол сияқты жаңағы жігіттер де, бұзық жігіттер де сезет өзінің жертваларын. Аңдар тоже өзінің жертвасын іздейді ғой, қоян, кішкентай арыстанға шаппайды ғой мысалға, жеу үшін. Ол не істейді? Жаңағыдай әлсіздерге. Сол сияқты өзінің жертваларын біледі, сезеді. Олар жаңағы асау, кәдімгі десем деп тұрған қызға бара қоймайды. Неге? Одан қорқады. Олардан қорқады, өзінің сондай жертваларын таңдайды. Ол қыздар өздері самооценкаларымен жұмыс істеу керек. Ит мысық приютқа садақа берсек өте тамаша. Жалпы қазір айттым ғой, адамға емес, жануарға беру керек, жануарға жасау керек. Біздің елде тем более, біздің елде ит, мысық деген байғұстар вообще қашат, адамдардан қорқат. Өте қорқат. Бізде ит пен мысықтар адамдардан қорқат негізінде. Сондықтан да негізі сол ит пен мысық жалпы жануарларға жасаған дұрыс. Келіндерше жақсы енеге тиран келіп сезіп келеме. Жалпы былай не ғой, бұл өмір жалпы баланс. Жаманға жақсы кездеседі, жақсыға жаман кездеседі. Солай. Өзіңіз, сондықтан да біз орта болуымыз керек, біз барлығымыз. Егер өзіңіз жаман болсаңыз, сізге жақсы кездеседі. Жақсы болсаңыз, сізге жаман кездеседі. Бұл өмір, бұл заңдылық. Адақ садақасын тағы бір айтып жібересіз бе? Адақ садақасы бұл ырым. Бұл ритуал. Бұл қандай да бір адамның басына қауіп төніп тұрған кезде, бойында ауыртпашылық болған кезде малға, жануарға аударады. Неге? Жаңағы сиырға, қойға, тауыққа аударады. Ол жан садақасы, адақ садақасы. Жан садақасы деп атап
негізінде сояды. Және сойған кезде қан ағып кеткенше дұға етіп тұру керек. Сол қанмен бірге бүкіл ауыртпашылық, маған келіп тұрған қауіп қатер, жаңағы дуа ма басқа, міне жертваға керек қой енді, анау жертваға келіп тұр ғой мысалға, жаңағы бір келіп тұрған энергияға, келіп тұрған бір жаратылысқа беру, атау, соны беріп құтылу өзіңізден. Ол просто бір адамның өмірін, енді кейбіреулер өміріңіз ұзақ болса, онда сізді сақтайды, бірақ сіздің өміріңіздің уақыт сағаты келіп тұрса, ол просто сағат қосуы мүмкін, там жыл деген сияқты қосуы мүмкін, бірақ толыққанды құтқарып кетпейді. Жаңағыдай келіп тұрса, действительно, мысалға дуа жасалды, или там тіл көз болды, тағы бірдеңе бір не да, тіл көзден де не қылмайды ол. Тіл көзге бөлек қорғасын дұрыс. Жаңағыдай атап жасатқан. Негізі көбінесе дуадан сақталу үшін бұл кәдімгі баяғыдан келе жатырған бұл ритуал. Бұл неде бар? Мұсылман. Так. Қыздар, мен эфирді аяқтаймын. Өйткені мен қазір 9-да Близкие друзья каналында эфирім бар. Сол каналға жазылам десеңіздер, менде сторизді қараңыздар, Шолпанның номері тұр. Соған тікелей WhatsApp-қа өтесіздер де танысасыздар, және сол неге каналға жазылсаңыздар болады. Атам айтатын, жақсы мен жаман қосылса, әр қайда барады. Жақсы мен жақсы қосылса, күн қайда барады дейді. Қорқынышты байғұс жануарға аудару. Білесіздер ма? Титаник бар ғой? Титаник, айтып жіберейін, Титаник не үшін суға батты? Титаниктің хозяйыны, ол кісіге біреу жорамал жасайды. Астролог. Астролог не? Плюс мынандай не только астролог. Астрологқа барады, плюс еще мынандай не? Экстрасенс ба? Бір бар атақты бір. Атакым еді Джули. Жыдан келеді, в общем. Сол кісіге барған кезде ал айтады, осылай-осылай, в общем, кетесің бұл өмірден. Кетейін деп тұрсын, дейді. Қандай да бір жолы бар ма, дейді. Ол айтады, бар дейді жолы. Бірақ өте үлкен құн болу керек, дейді. Солай ғана сіз өмірде қаласыз, басқалай жоқ, дейді. Өйткені жұлдызыңыз осылай келіп тұр, дейді. Сол кезде Титаникке бұл жинайды адамдарды. Жинайды тағына, адамның барлығын жинайды да, негізінде көп тірі қалуға мүмкіншілік болған, бірақ кілттеп тастайды. Сол Титаниктегі адамдарды құрбан шалады өзіне, атап адамдарды. Солай ол кісі ұзақ өмір сүрген. Ютубта бар, көрсеңіздер болады. Көрдіңіз ба? Сондай, бұл ритуал, айттым ғой. Адамдарға жамандық жасап жүретін апа бар жұмыста, бірақ ит мысыққа тамақ беріп жүреді. Көрдіңіз ба, ол өзінің несін жасап жүр. Оның да өзінің келгендегі миссиясы, баланс. Сондай адамдар болады. Оларды өзінің жамандық жасататын иелері қорғап жүреді. Байқайсыздар ма, ондайлармен ештеңе не қылмайды. Негізі жамандық жасап сөйтіп жүргендер бірдеңе болады, бірдеңеге ұшырайды дейсіздер, ештеңеге ұшырамайды. Оларды сақтап жүреді, қолдау көрсетеді, наоборот, поддержка береді. Күшті болады. Байқасыздарыңыздар, қазір көріп отырсыздар ғой, көбірек кім қиянат жасаса, солар өсіп өніп өркендей береді. Сондықтан да закон бумеранга, қарғыс, ол определенный бір ситуацияға сәйкес келсе ғана өтеді. А так ол нәрсе жоқ, на самом деле, жұмыс істемейді. Просто адамдарды соған сендірген. Закон бумеранга, андай істесең андай болады, мынандай істесең мынандай болады, жаңағы сауап, жаңағы жаза деген сияқты. Олардың барлығы негізінде бос сөз десем де болады. Неге? Себебі бізде мынандай да, вот біреуге бірдеңе жасайды да, жамандық та, ертең қайтады ол, ертең қайтады дейді да. Бірдеңеге случай өмірінде тағдырында болды да, келесі адам жаңағы болып қалып бірдеңеге ұшыраса, қайтты сосын ғой деп ойлайды да. Ал егер
ештеңе болмай ары қарай тамаша болып өмір сүріп жатса ертең қайтады дейді да. Сөйтіп үміттеніп адамдар ше сөйтіп жүреді да. Кейін мына жерде вообще ештеңе қайтпай тамаша өмір сүріп өліп кетсе ойлайды ертең анаққа барған кезде жазалайды оны деп ше. Сөйтіп адамдар өздері басып өздерін жаңағы қанағаттандырып әйтеуір сөйтіп өмір сүреді. На самом деле бұл терең мәселе негізі. Мынау инь мен янь, ақ пен қара сабағында ашық осылардың барлығын түсіндіремін. Бұл нәрсе негізінде былай вибрацияға байланысты. Ілінсе ілінді бір жағдайға. А так ешкімге қайтпайды да, тимейді да. Егер тиетін болса қырылып қалар еді қазір жарты Қазақстан. Түсіндіңіздер ма? Егер закон бумеранга жұмыс істесе қырылып қалатын еді адамдар. Түсіндіңіздер ма? Қазір так что наоборот процветает. Көріп отырсыздар ғой жан-жақтарыңызда, өмірде қарасаңыздар. Неше түрлі ұрының да балалары өсіп өніп жатыр. Қайыршының да баласы өсіп өніп жатыр. Өзің де өсіп өніп жатсың, немесе қиналып жүрсің. Әркімде әртүрлі жағдай. Бұл жазылған тағдыр. Сондықтан да өмірдің яғни ащы ақиқаты, қанша қабылдасаңыз да, қабылдамасаңыз да, бұл сондай нәрсе. Біреуге біреу қиянат жасай, ештеңе қылмайды. Біреу кішкене қиянат жасаса, бірдеңе болып жатырса, содан бірдеңе ғой, сондықтан да бұлай болып жатыр деп ойлайды. Біздер адамдар өзімізше мынау өзіміз как микробпыз ғой, мына жер бетіндегі. Сол микробтың ішіндегі кішкентай миымызбен бірдеңелерді ойлап табамыз ғой өзімізше. Сондай болады. А біз на самом деле біз просто осы кішкентай ғана матрицадағы жаңағы программадағы әшейін неміз ғой, жыбырлап қозғалып жүрген бір точка, песчинка. Сондықтан да өте тереңге кетудің қажет жоқ. Сәлем бердім. Басынан бастап айттым ба, қазір кірім дейді, кім бұл? Так, 1,5 жылдан кейін сізді әрең таптым, қоямасыз ба? Радонда сосын түнде эфирді көре алмай қалдым. Онлайн қорғасын құю қалай болады? Онлайнды білмеймін, офлайн дұрыс. Так, эфирді сақтайын. Сау болыңыздар.